Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Өзін өзі тану сабағына қош келдіңдер. Сендермен жүздескеніме қуаныштымын. Бүгін біз өткен сабақтағы ақиқатты іздеу жолында деп аталатын тақырыпты әрі қарай жалғастыратын боламыз. Өткен сабағымызда ғалым, саяхатшы, этнограф және фольклоршы Шоқан Уәлихановтың ақиқатты іздеу жолындағы рухани болмысымен таныстық. Шоқанның ізгі ниет, ізгі сөз және ізгі істерге арнаған қысқа ғана ғұмыры жарық жұлдыздай болып, күдік туғызбайтын тек ақиқат білім арқылы өмірді бағалап, бақытқа жетудің жолы екенін көрсетті. Бүгінгі сабақта да ақиқат туралы білімімізді тереңдетіп, ойымызды әрі қарай дамытамыз. Оқулықтағы жаңа ақпаратқа назар аударайық. Марат Күсетайұлы Нұрсила қаржы саласының білікті маманы болуымен қатар, адамның ішкі әлемі, оның рухани байлығы, ақиқат білім алу жөніндегі өзінің ой тұжырымдарымен былайша бөліседі. Ақиқатпен қарулансаңыз, әркімге бір жалтақтап, көзсіз ере бермейсіз. Таразы да, қазы да өз бойыңызда, барлығы да әшкере боп тұрмай ма? Әуелі істің басы оның ақиқатын, ретін білмегендіктен туындайды. Емдеудің ретін білмей, дәрігер қалай емдей алады? Не болмаса, кез келген адам ретін білмесе, ұшақты басқара ала ма? Мың жерден ақылды болсаң да, қандай да бір зат пен құбылыстың ақиқатын танытар хақ білім алмасаң болмайды. Бұл бұлжымас жаратылыс заңдылығының талабы. Оқып үйренейік айдарынан балалар. Оқулықтың 11-ші бетіндегі дінтанушы ғалым Бақыткерейұлының ақиқат айнасы деген әңгімесіне назар аударайық. Сонау бір заманда бір қауым елде айнаның не бір түрі болса да шындықты шындық күйінде көрсететін нағыз айна болмапты. Сол себепті де бір күні осы елге бар нәрсені еш бұзбай анық көрсететін ақиқат айнасы әкелініпті. Осы кезге дейін қисық айналарды қолданып жүрген бұл елдің халқы ақиқат айнасына қарап неше түрлі сезімдерді бастан кешіре бастапты. Біреулер айнаға қарап өздерінің шын бет бейнелерінен шошыса, енді біреулері көңілдері қатты бұзылып, айнаға қарағылары да келмей теріс айналады. Ал енді бір адамдар айна көрсеткен өз бойындағы кемшіліктерінен ұялып, өз кейіптерін, үсті бастарын реттеп, дұрыс жүріп тұруды үйрене бастайды. Осылайша ақиқат айнасы арқылы кімнің кім екені анықталып, әр адам өзінің шын бет бейнесімен таныла бастапты. Енді осы аңыз желісі бойынша талдау жасап көрейік. Неліктен ақиқат айнасына қараған адамдардың көңілінен маза кете бастады? Адамдардың ақиқат айнасына қарап өзгеруге талпыныс жасауларының басты себебі неде? Ақиқат айнасы өз жұмысын қалай атқарды? Ақиқат айнасы адамдарды неге үйретті деп ойлайсың? Өзің ақиқат айнасынан нені көргің келеді? Ақиқатқа қандай жол апарады деп ойлайсың? Ақиқат
әр уақытта тура жолға жетелейтін, бағдар беруші жүректің ғажап үні екенін білдіңдер. Ақиқатты іздеу жолында өз пікірлеріңмен ұстанымдарыңды қалыптастыру мақсатында шығармашылық тапсырмаларды орындауға шақырамын. Оқулықтағы 13-14 беттерге назар салыңдар. Бірінші тапсырма. Ақиқат жөнінде төменде берілген қанатты сөздердегі негізгі ойды анықтап, бүгінгі өмірмен байланыстырып, өз ойларыңды түйіндеңдер. Әл-Фараби: шын білім, әрдайым ақиқат, анық болатын білім. Махатма Ганди: адам бойындағы асыл қасиеттерді дамыту үшін ең алдымен батылдық керек. Батылдық болмаса, адам баласы қалайша ақиқат іздейді, қалайша махаббатты қорғайды. Шәкәрім: ақиқатты көрем десең, бас көзіңмен қарама, жүрегіңнің көзін аш, жанның сырын арала. Ақиқат құндылығына қатысты сөздерді тауып, сөз жұмбақты шешіңдер. Өткен сабағымызда айтылғандай, жобаны қалай іске асыру туралы кітаптан танысқан боларсыңдар. Жоба жұмысының бірінші кезеңі басталды. Ең бірінші жобаның мақсатын анықтап алыңдар. Жоба күнделігін жасап қойғандарың жөн. Жобалық зерттеу жасап, өз ойларыңды жазуды ұмытпаңдар. Ақиқатты іздеу жолында дана халқымыздың рухани ұстазы Шәкәрім атамыз 3 анық трактатында ақиқат деген не деп сұрақ қояды. Оған өзі адам ақиқатты ақыл ес көзімен көріп қабылдауы керек. Ақиқат әрбір адамның жанында болады, не өзіндік өмір сүреді деп қорытынды жасайды. Бүгінгі сабақ үшін рахмет. Сабақ аяқталды. Қош, сау болыңдар.